Қайырлы күн, балалар. Ана тілі сабағын бастаймыз. Біздің сабағымыздың тақырыбы дауысты және дауыссыз дыбыстар. Ендеше бірінші жаттығуға назар аударамыз. Мәтінді түсініп оқы. Қыс мезгілі. Қыс жыл мезгілдерінің бірі. Қыста тамшылар ғажайып күйге енеді. Әдемі қар қиыршығына айналады. Олардың әр қайсысы әр түрлі. Бір-біріне мүлде ұқсамайды. Пішіндері ерекше. Дүниетану анықтамалығынан. Балалар, мәтінді түсініп оқып болсаңдар, ақылды үкіміз бізге сұрақтар дайындап қойыпты. Мұқият тыңдайық. Қыс мезгілінің өзгешелігі неде? Қар қиыршықтары бір-біріне ұқсай ма? Осы сұрақтардың жауабын мен сіздерден күтемін. Келесі тапсырмаға көшейік. Екінші жаттығу. Қараңдаршы, қандай керемет сурет беріліп тұр. Осы сурет бойынша мәтін құра дейді. Енді мәтінді құрау оңайырақ болу үшін, балалар, мен сіздерге арнайы сұрақтар дайындап қойдым. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы керемет мәтін құрауға болады екен. Ендеше тыңдайық. Суретте қандай жыл мезгілдер суреттелген? Ауа райы қандай? Балалар қалай киінді? Балалар қайда келді? Олар не көрді? Қыз не істеді? Ол не істеді? Оларға серуен ұнады ма? Балалар, мына жерде мәтінді өзгертуге де болады, және балаларға ат қойсаңдар тіпті керемет болады. Іске сәт. Қараңдаршы, біздің қарындаштарымыз бізді асыға күтіп тұр екен. Ендеше дәптер мен жұмысты бастайық. Дәптерді көлбеу қоямыз, өзіміз дүзу отырамыз, денемізді тік ұстаймыз. Ең бірінші көркем жазу минутын өткізейік. Бүгінгі сабақта е дыбысын жазамыз. Е дыбысы қандай дыбыс? Е дыбысы дауысты дыбыс екен. Жақсы, іске сәт. Әдемі жазып болсаңдар, балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Үшінші жаттығу. Мына жерде, балалар, бізге өлең беріліпті. Тыңдаймыз өлеңді. Күзде шөбі жұтаған қыр көмілді ақ қарға, майыстырып бұтағын ақ тон киді бақтарда. Әнуарбек Дүйсенбиев. Балалар, осы өлеңді әдемілеп отырып дәптерге көшіріп жазамыз және дауысты дыбыстардың астын сызамыз. Іске сәт. Өлеңді көшіріп болсақ, онда келесі тапсырмаға көшейік. Қараңдаршы, қарындаштар асыға күтіп тұр бізді. Ол не дейді? Қардың суретін боя. Қар қиыршығындағы қате жазылған сөзді түзетіп жаз. Түсінікті ғой, балалар. Ендеше кеттік. Әдемілеп отырып қардың қиыршықтарын бояймыз және сөздерді оқып, қате болса, қателерін түзеп жазамыз. Іске сәт, балалар. Сонымен, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Берілген тапсырмалардың бәрін орындап, WhatsApp арқылы маған жіберуді ұмытпаңыздар. Ендеше келесі кездескенше сау болыңыздар.